Кәржілік, радиус. Шынтаққа қарағанда латеральды орналасады. Ұзын түтікті сүйек. Диафизін және ортаңғы бөлігі денесін және екі эпифизін ажыратамыз. Проксималды эпифизін және дисталды эпифизін. Проксималды эпифизінде кәржіліктің басы болады. Капут радий дейміз. Жоғарғы жағында буын шұңқырын көреміз. Фосса артикулярис дейміз. Басы буын айналмасымен қоршалған. Циркумфлексия артикулярис дейміз. Басынан төмен қарай кәржілік мойны болады. Коллум радий. Мойнынан төменде кәржілік бұдыр орналасқан. Тубероситас радий. Денесі шынтақ сүйегі секілді үш қырлы болып келеді. Сол үшін де үш жиегін және үш бетін ажыратамыз. Алдыңғы жиегі марго антериор. Артқы жиегі марго постериор. Және сүйек аралық жиегі үшкірлеу келген және өткір келген марго интероссеус деп аталады. Және алдыңғы беті фациес антериор. Артқы беті фациес постериор. Және латеральды беті фациес латералис деп аталады. Дисталды эпифизінде біз шынтақ ойығын көреміз. Бұған келіп шынтақтың басы кеп буындасады. Инцизура ульнарис деп атаймыз. Инцизура ульнарис. Және латеральды жағында біз тәрізді өсіндісі орналасады. Процессус стилодиус дейміз. Төменгі жағында білезіктік буын беті болады. Фациес артикулярис карпалис. Бұған келіп білезік сүйектері буындасады.